Hello, my dear student. How are you today? Let's start our lesson. Open your book, page 83. Exercise number 1. Read the text, then answer the questions. Firstly, I have translated this text and I answered all of these questions. I don't take your time. That's why. Just these are answers of questions. Сәлем құрметті оқушы. Бүгін мен мәтінді аударып, сұрақтарға жауап беріп қойдым. Бұл сұрақтардың жауаптары. Сұрақтарға келетін болсақ, бұнда 1,6 километр ненің белгісі және 1911 жылы желтоқсан айы деп тұр, дүйсенбі ненің белгісі деп тұр. Осыны жаздым. Бұл километр мұздың қалыңдығы, ал 1911 жылы осы оңтүстік полюске ең алғашқы зерттеушілер келген осы уақытта. Екінші сұрақтың жауабы. Олар немен саяхат жасады деген кезде, бұлар келді немемен, жол талғамайтын машинамен келді. Үшіншісі, қандай жетістікке жетті бұрын соңды. Ол адамдар команда. Ол команда Новолазерская мен оңтүстік полюсте аралығында машинамен ең жоғарғы жылдамдықта жүріп рекорд жасаған адамдар болатын. Төртінші, қауіпті, не нәрсе қауіпті болды оларға? Оларға қардың астындағы үлкен шұңқырлар қауіпті болды. Бесінші, бұнда ауа райының қолайсыздығына байланысты самолеттер ұша алмайды. Онда өте қатты жел және қарлы боран болады. Сол себепті болды. Міне 5-ші сұрақ сондай. Мен сұрақтың өзін оқып тұрған жоқпын, тек қана жауабын оқып тұрмын. Ал мынау енді мәтіннің аудармасы. Бұны 11-ші жылы ержүрек саяхатшылар Антарктиданың оңтүстік полюсінде Қазақстанның жалауын тігуге шешім қабылдайды. Зерттеушілер әдетте ұшақпен баратын, бірақ осы жолы бұл команда машинамен баруды таңдады. Антарктидада жер бетінде ешкім тұрмайтын жер. Ол Европадан үлкендеу, бірақ ол жерде ешкім тұрақтап тұрмайды. Мұздықтардың қалыңдығы 1,6 километр. Антарктиданы жазық мұз және тау жамылған. Температура -89 градустан төмен түспейді. Қатты жел мен қарлы борандар жиі соғады. Желтоқсанның 11-ші жылы шамамен 100 жыл болады дейді бұл. Алғашқы зерттеушілер осыған келгеніне, оңтүстік полюске келгеніне 100 жыл болады. Демек, жаңағы сұрақта бізде 1911 жылы деп тұр. Осы жауап. Қазақстаннан келген команда ең алғашқы адамдар болды. Зерттеушілердің машинамен оңтүстік полюске келгені. Ең алғашқы адамдар осы Қазақстаннан келді машинамен. Командада 8 адам: Нұрлан Абдуов, Алматыдан келген бизнесмен, ол осы саяхатты бастап отырған. Олар 2300 километр осы полюске дейін жол жүрді. Олар 3 арнайы спорттық жол толғамайтын машинамен Россияның Антарктидасынан бастап келді, және Новолазерская деген жерден бастап. Олардың машиналары Қазақстан туы секілді көкке боялған. 2 адам былтырғы жылы келіп көргендер еді. 2 қазақ адам, Қазақ және Россия командасы Новолазерская және оңтүстік полюсте жоғарғы жылдамдықпен жүріп рекорд жасаған адамдар еді. Олар бұрынғы жүріп өткен уақытты 2 есеге қысқартып, 7 күнді 3,5 күнді жүріп өтті. Машинамен жүру өте қауіпті, онда үлкен тесіктер болуы мүмкін. Шұңқырлар. Жаңағы сұрақтың жауабы. Егер машина осы үңгірлердің біріне кіріп кететін болса, қиын болар еді. Осы проблеманың шешімі табылды. Олар арнайы радар қолданатын болды. Ол алдағы жерді сканерлеп отырды. 2 қазақстандық зерттеу жұмыстары осы Антарктиданың болашағы үшін маңызды болды. Олар машинамен баруға болатынын дәлелдеді. Ауа райы ұшуға қолайлы болмаған кезде машинамен болатынын көрсетті. Олар осы сияқты Қазақстанның географиялық қоғамы әлемнің ғылыми өсуіне көмегін көрсетті. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.